1929 жылғы қазақ тілінің жаңа емлесіндегі ерекшеліктер қандай? 1929 жылы шілденің 29-ында Қазақстан орталық атқару комитетінің номері 9 қаулысы қосымшасында қазақ тілінің жаңа емлесі берілген. Емледегі Еуропа, араб парсы сөздердің басында келетін и қазақша ж арқылы жазылады. Ал енді и-о, ю, и-а, я, елер сөз басында ж жетірінде жазылады. Мысалы, ямбы, жамба, яков, жақып, ярмарка, жәрменке, ямшик, жемшік, ящик, жәшік, япон, жапон, еврей, жеврей, юсуф, жүсіп. Қазақ тілінде дауысты дыбыстардың бәрі де араларына дауыссыз дыбыс салмай жалғаса алмайды. Дауысты екі дыбыс қатарынан кездессе, көбіне оның бұрын айтылатыны жоғалып кетеді. Мысалы, қара өгіз, қара өгіз, сары ат, сарат, к, г, қ, ғ. Төртеуінің біреуімен басталған жалғау жұрнақтар түбірдің аяғындағы н-мен кездессе, н өзгеріп ың болады. Бұл төрт дыбыстың қай-қайсысы да алдындағы н-ны өзгертіп ың қылып шығарады. Бұл да тартыншақ еліктірудің бірі. Мысалы, түнгі, түнгі, жонға, жоңға. Орысшада аға тыңған, бірақ аның алдында дауыссыз қос дыбыс келген касса, тонна, филма, ванна сықылды Еуропа сөздері аяғында екпін жоқ кезде и, не, түрінде жазылады. Мысалы, кәссе, пілме, ванна, екпінді кезде а, е жазылады. Мысалы, тюрма, түрме, труба, тұрба. Дүние бөлімнің аттары бұлайша жазылады. Америк, әпірік, Еуропа, Аустрала, Антарық. Орысшада аяғы торға тыңған доктор, кондуктор, сепаратор, трактор сияқты Еуропа сөздерінің аяғы тыр түрінде жазылады. Мысалы, доктор, кондуктор, сепаратор, трактор. Еуропа тілінде ілім атын немесе мекеме кәсіпорындарын көрсететін география, фотография, стенография, тюркология, идеология, метеорология сықылды сөздер аяғындағы графия, логиялар, грапы, лоғы түрінде жазылады. Мысалы, жағрапы, фотографы, стенографы, түркологы. Қазақ тіліне шет тілдерден кірген сөздердің кейінгі буындарындағы еріндік дауысты дыбыстары ылғи езулік болып кетеді. Әйтпесе, көмескіленіп өзгереді де, оның есесіне бас буындағы дауысты дыбыс еріндік болып шығады. Мысалы, стол, үстел, школа, ішкөл, папироса, папрас, юль, йөл. Ал емленің толық нұсқасын көргіңіз келсе, онда тіл әлемі.kz сайтынан табасыз.